қалай екен балалар, кәне? Күннің көзі ашылды. Күнге шуақ шашылды. Сәлем деген сөз басы. Амандасып алайық. Досқа шуақ шашайық. Жарайсыздар балалар, енді орындарыңызға отыра қойыңдар. Біз бастар алдында қане жылдың қай мезгілі екенін есімізге түсіріп алайықшы. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қазір жыл мезгілі дұрыс айтасың, бірге айтамыз. Жыл мезгілі қыста не бар далада? Дұрыс айтасың, далада қар бар. Ал айтыңдаршы балалар, қардың түсі қандай? Дұрыс, қардың түсі ақ. Қыс екен, иә? Қыста жерде қар жатады екен балалар. Қардың түсі ақ болады екен. Осы қыс мезгіліне байланысты қыста қалатын құстар туралы бүгін біздің тақырыбымыз. Құс ол птица деген орысша. Құстар птица. Осы құстарды сендер аяу үшін есімдерге жұмбақ қояйық. Сол жұмбақ арқылы біздің құстар неше топқа бөлінетінін білеміз. Қане балалар, тыңдайықшы. Қараңдар, ұшқаны қызық жалпылда, өзі сондай қарқылдақ. Балалар, қақ деп дауыс шығаратын ол қандай құс? Қарға. Үй құстары туралы жұмбақ жасырамын. Қараңдар, бұрап қойған сағаттай айқайлады таң атпай. Қандай құс біз таңертең оятады, дауысын шығарып? Кукареку, таң атты, ояныңдар деп. Қандай құс шақырады? Әтеш, дұрыс балалар, есімізге түсті ма? Мінекей, әтеш бізде таңертең оятады екен. Әтеш бұл үй құстарына жатады. Яғни біз екі топты құстар туралы тақырып өттік, иә біз? Біреуі дала құстары және үй құстары. Қане айтамыз? Үй құстары және дала құстары. Дала құстары, міне мынау үй құстары. Міне қараймыз, үй құстары және дала құстары. Дала құстары. Біздің тақырыбымыз қайталап айтамын, қараңдар. Қыстап қалатын құстар туралы. Құс, птица, құс. Осы құстар туралы қазір біз әңгіме құрастырамыз балалар. Құстардың топтары екіге бөлінеді. Үй құстары және жабайы құстар. Құстардың қыстап қалатын құстары да болады, жылы жаққа ұшып кететін құстар да болады. Қазір бізде үй құстары. Қане есімізге түсірейікші, мынау құс қандай? Қалай аталады? Қандай құс дейді? Қандай құс бізді кукареку деп таңертең оятады? Қазақшасы қалай? Әтешпен бірге бір қорада, бір шабақта өмір сүретін құс бар, ол тауық. Не болар? Үй құстарына жатады. Келесіне қарайықшы. Бұл құстарда бізде үйде өмір сүреді. Келесі бізде қыстап қалатын құстар, құс тұғыны, яғни олар жылы жаққа ұшпайды, осы жерде қалады. Бұлар, міне қараңдаршы, қарға, сауысқан, келесісін қараңдар, торғай және көгершін. Көгершіндер бұл достық
Бұлар міне қараңдар. Аққу, тырна. Келесі құстар міне тоқылдақ және қара торғай. Қара торғай, қайталап дұрыстап айтамыз. Қара торғай. Жарайсыңдар ма? Сарайларға, үйдің бұрыштарына салады. Көрдіңдер ме? Қарлығаштар өз ұяларын саздан жасап, соның ішінде балапандарын өсіреді. Бұл құс жарайсыңдар балалар. Рахмет, сендер. Қанатымызды жаямыз. Құс болып біз ұшамыз, айналамыз, қараңдар, айналамыз. Балалар, мында қараймыз, не қараңдаршы, бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты біз бүгін құстардың суретін саламыз. Ол үшін сендер өздерің түстерді таңдап, бояуларға болады. Құстарды қалай салу керек екені міне көрсетілген. Осы көрсетілген суретке қарап, құсты қалай бояу керек екенін мен қазір сендерге көрсетіп кетейін. Ол үшін біздің алдымызда тұрған ыдыстағы суды пайдаланамыз және мақта таяқшасын және түрлі түсті бояуларды. Біз бояулармен күнделікті жұмыс жасап жүрміз. Мақта таяқшасын қалай сулау керек екенін, түсті қалай ажырату керек екенін біз білеміз. Мен бүгін торғайдың суретін салғым келіп тұр балалар. Торғайдың суретін салу үшін мен қоңыр түсті пайдаланып, осы түспен өз құсымды бояймын. Түсті бояғаннан кейін құстың құйрығы мен қанатына көңіл бөлейік балалар. Міне құйрығы мен қанаты. Міне мен бірінші қанатын боядым. Енді мен құйрығын бояймын. Бояуларды қалауларынша өз түстеріңді таңдап аласыңдар. Таңдап алған түспен міне торғайды осылай бояймыз. Торғайды біз денесін, қанатын және құйрығын боядық. Қараңдаршы балалар. Енді маған торғайдың басын бояу керек. Міне торғайдың басын бояймын. Басын бояғанда қараңдар балалар, мен көзімді боя жібердім. Көзімнен басқа мақта таяқшаны алып, суға батырып, қара түсті алып, қара түспен торғайдың көзін бояймын. Міне қараңдаршы. Көрдіңдер ма? Үшінші таяқшаны, мақта таяқшасын алып, торғайдың тұмсығын бояймын. Торғайдың тұмсығын бояу үшін мен сары түсті қолданамын. Сары түсті қолданып, торғайдың тұмсығын бояймын. Міне балалар, осылай етіп қазір алдымдағы жұмысты бітіру керек. Бояған кезде міндетті түрде көзін, тұмсығын, қанаты мен құйрығын бояуды ұмытпаңдар балалар. Енді алдарымыздағы заттарды алып жұмыс істеуге кірісеміз.
Когда я поговорила, что будет уходить, не уходить, надумали. Bağlacan жасаған суреттерін келу үшін. Біз үрлейміз, кәне, үрлейміз жел болып. Роза, надо дуй. Дуй, чтобы она высыпала. Біз салған суреттеріміз келеді. Краскалар келеді, бояулары. Біздің алдымызда сулы, міне сулы сүрткіш бар. Сулы сүрткішпен біз қолымызды сүртеміз. Және бізде міне қағаз сүрткіш бар. Сол қағаз сүрткішті пайдаланамыз. Жұмыс жасап болғаннан кейін қолдарымызды тазартамыз. Бәріміз атауын жаңа атап өттік. Балалар, сабақ соңында мен сендермен құс ойынын ойнағым келіп тұр. Ойынның аты мысық пен құстар деп аталады. Ойынның шарты: мысық ұйықтап жатқан мысықты торғайлар шиқылдатып оятады. Мысық қай торғайды ұстап алса, сол торғай ойыннан шығады. Ойнаймыз ба бірге? Қане, жүріңдер.